Құрметті білім алушылар, менің математика каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз бірлесіп орындалатын жұмыстар тақырыбы бойынша есептер шығаруды үйренеміз. Нөмірі 695 есеп. Жүйектегі бүлдіргенді еңлік 20 минут, ал Айгерім 30 минут тереді. Жүйектегі бүлдіргенді еңлік пен Айгерім бірлесіп терді. Қыздар, жүйектегі бүлдіргенді неше минутта теріп болады? А. 15 минутта, В. 10 минутта, С. 18 минутта, Д. 12 минутта. Есептің шартын құрайық. Еңлік 20 минут, Айгерім 30 минут, бірлесіп неше минутта тереді? Шешуі. Орындалатын жұмыстың мөлшері шамасы бір бірлік ретінде алынады. Бірінші қадам. 1-ді 20-ға бөлеміз. Жай бөлшек түрінде 1 бөлу 20 деп жазамыз. Екінші қадам. 1 бөлінген 30. 1 бөлінген 30 деп жазамыз. Үшінші қадам. Екеуі бірлесіп орындағандықтан екеуін қосамыз. 20-дан 1-ге 30-дан 1-ді қосамыз. 20 мен 30-дың ортақ бөлімі 60, 60-ты 20-ға бөлсек 3-тен, 60-ты 30-ға бөлсек 2-ден тет. 3 жердегі бірім 3, 2 жердегі бірім 2, екеуін қоссақ 5. 60 пен 5, 5 деген санға қысқарады. 12-ден 1. Соңғы 4-ші қадамымыз 1-ді бөлеміз 12-ден 1-ге. Бір саны жазылып, бөлшектің бөлу ережесі бойынша бөлу амалы көбейту амалына айналып, 12-ден 1 жай бөлшегіміз кері саны жазылады. 12 минут. Есептің жауабы Д. Оқушылар, егер видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын.